Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруға ұмытпаңыздар. Сонымен бүгінгі сабақтың тақырыбы жасанды мұхит. Сабақтың мақсаты жасанды мұхит туралы мәтін оқу, сандарды дұрыс оқуды, жазуды және айтуды үйрену. Сегодня вы прочитаете текст об искусственном океане, то есть океанариуме. Научитесь правильно читать и писать и произносить цифры. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен таныс болайық. Тұз, соль, су перісі, русалка, балдыр, водоросль, мұхит, океан, жасанды, искусственный, қоңыр – это коричневый цвет. Алдымен сөйлесейік, мына сұрақтарды талқылайық. Мұхит дегеніміз не? Мұхиттың теңізден қандай айырмашылығы бар? Мұхиттың суы қандай болады? Оны ішуге бола ма? Мұхит астында не көруге болады? Жасанды мұхит жасауға бола ма? Қалай? То есть, что такое океан? Чем океан отличается от моря? Какая океанская вода, безопасна ли пить? Что можно увидеть под океаном? И возможно ли создать искусственный океан? Сонымен балалар, жауаптарыңды тексеріңдер. Мұхит жер бетіндегі теңіздерден құралған су қабаты. То есть океан – это водное пространство, состоящее из морей, покрывающее собой большую часть поверхности Земли. Мұхит теңізден әлдеқайда үлкен және тереңірек. То есть океан намного больше и глубже моря. Мұхиттың суы тұзды, оны ішуге болмайды. Океанская вода соленая, ее нельзя пить. Мұхит астынан балықтар, өсімдіктер, тастар көруге болады. Под океаном можно увидеть рыбу, растения и камни. Қазіргі технология дамыған заманда жасанды мұхит жасауға болады. То есть с развитием современных технологий сегодня возможно создание искусственного океана. Оқушылар, келесі кестеге назар аударайық. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөз табы сан есім. Обратите внимание на таблицу. Здесь вопросы сан есім, то есть имя числительное, которое обозначает число, количество и порядок предметов. Перед вами есептік сан есімдер, количественные, числительные. То есть само слово говорит, да, что здесь обозначается число или количество, и они употребляются с существительными. Мысалы, 6 кітап, 5 адам и так далее. Келесі бізде жинақтау сан есім, то есть собирательные числительные, который отвечает на вопрос нешеу, сколько тоже, и имеет окончание ау, еу. Жинақтау сан есім, собирательный числительный казахского языка, обозначает совокупность однородных предметов. Жинақтау сан есім образуется от количественных числительных, то есть от 1 до 7, с помощью окончания ау после твердой основы и еу после мягкой основы. Всего в казахском языке 7 собирательных числительных. Обратите внимание на следующее. При прибавлении этих суффиксов ау, еу к числительным екі, 6, 7, конечные выпадают. Келесі тапсырманы орындайық. Асты сызылған сөздерге сұрақ қой. В следующем задании задайте вопросы к подчеркнутым словам. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Келесі. Парталасыңызбен ойнаңыздар. А мен ә оқушы деп бөлініп, өзге оқушының суреттерін парақпен жап. Үлгі бойынша сөйле. Мысал алдарыңызға менің бірінші суретінде акула екеу,
Ал сен суретіңде не бар? Ары қарай сіздер қанша зат бар екенін айтасыздар. В следующем задании разделите учеников на А и Б, накройте картинки другого ученика листом, поговорите по данному образцу. Например, на моем первом рисунке 2 акул. А что изображено на твоем первом рисунке? И так далее. То есть здесь самое главное сказать количество предметов, изображенных на каждом рисунке. Келесі мәтінді оқимыз. Океанариум Қазақстанда ең алғашқы жасанды мұхит. Ол 2003 жылы ашылды. Бұл жер табиғи мұхиттан шамамен 3000 километрге алыс орналасқан. Ол жазық даланың қақ ортасында тұр. Сол себепті оны рекордтар кітабына енгізген. Оған 120 тоннадай мұхиттың табиғи құмы қолданылған. Океанариумға 3 миллион литрдей су құйылған. Шамамен 2000 теңіз жануары әкелінген. Ғажап көрініс. Су астынан түрлі балықтар мен өсімдіктерді көруге болады. Жасыл, қоңыр балдырлар су астында әсем жайқалады. Ең маңыздысы, мұнда дауыл ешқашан болмайды, жаңбыр жаумайды. Мұхит үнемі тұп-тұнық болып тұрады. Мәтін оқып болдық. Енді келесі сұрақтарға жауап беріңдер. А теперь ответьте на следующие вопросы по данному тексту. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Оқушылар, бүгін сабақта жасанды мұхит туралы мәтін оқыдыңдар. Сандарды дұрыс оқуды, жазуды және айтуды үйрендіңдер. Келесі тапсырманы үйге аламыз. 12, 36, 6, 4, 2024 сандарын қатыстырып сөйлем құраңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.